Украина Кырымдатар халқы сөргөнлігінің құрбанларыны хатыра күніне азырлана. 1944 сенесі майысының 18-інде Сталинның эмрі бойынша тахминен 240 бин адамны туған топрағандан сөргөн еттелер. Ярысы вефат етті. Фаджалы вақаларыны анмақ üçün мемлекет бойынша ичтимai сети бордларыны ерләштережеклер. Хатыра күніне уч видеороликның Украина хабер сесеті назерлігі чықарды. Хырсызланған балалық, хырсызланған севгі ве хырсызланған ватан. Кырым-татар халқының ажысыны аңлатқан икелердір. Бұның еле майысының 18-інде саат 12-де сүргінлік құрбанларының хатырасына бұтын Украина сүкінет дақасыны илан етілежек. Вефат еткенлерінің рухуна Кырымда да дуалар оқылacak. Митинглер ясак олынған Кырымда 1944 сенесі Кырым татарларының сүргінлігі құрбанларының хатырасына сүкінет дақасы кечежек. Хатыры аққандан марун қалған Кырым татарлар майысының 18-інде евлері янына чықып, дуаларыны оқуйжақ. Украинада шу дақасы әрші бір тақаға тоқталajak. Головний акцент Бұл коммуникацион компаниядaki esas нокта insandыр. Ғайып еткен инсан. Әлбетте ке сүргінлікке бі жинайет ilk evvela insan ayatı аққындадыр. Айды insanlar bir anda erşeni ғайып еті. Ev aile ayatını. Vakırımızge көре 1944 senesi ve bugünkü ayatımız 2014 senesinin işgali arasında muvazını geçirmek lazım.